сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Алгоритмдеу және программалау пәнінің онлайн сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмдеу және программалау тілінің ұғымы. Алгоритм ағылшынның алгоритм сөзінен шыққан. Жалпы алгоритм деп алдын ала не істеу керек екені дәл көрсетілген есептеу процесін айтады. Алгоритм қазіргі математикада, оның ішінде электронды есептеуіш машинада қолданылатын негізгі ұғымдардың бірі. Белгілі бір теңдеу түбірінің жуық мәнін кез келген дәлдікпен табу оған арналған алгоритммен есептеледі. Компьютердің кең қолданылуына байланысты алгоритм жаңа мағынаға ие болды. Алгоритмнің қасиеттері. Бірінші, дискреттілігі. Алгоритм тізбектеп орындалатын қарапайым қадамдарға бөлінуі тиіс. Екінші, нәтижелігі. Алгоритмнің барлық қадамдары орындалғаннан кейін ол дұрыс шешім әкелуі тиіс. Үшінші, жан-жақтылығы. Алгоритм ұқсас есептерді шешкенде кез келген адам қолдана алатындай етіп жалпы түрде жазылады. Төртінші, түсініктілігі. Атқарушыға алгоритмнің орындау жолы түсінікті болатындай. Алгоритмнің жазылу түрі дәл және толық болуы тиіс. Бесінші, анықтылығы. Алгоритмнің әрбір қадамы бірнеше болмай, дәл және бір мағыналы болуы тиіс. Алгоритм жазылу құрылымына қарай сызықтық, тармақталған циклдік болып бөлінеді. Алгоритм жазу жолдары екі түрге бөлінеді. Бірінші сөз түрінде, екінші график түрінде. Біздің тоқталатынымыз график түріндегі алгоритм. Алгоритмнің графикалық түрде берілуін блок-схема деп атаймыз. Блок-схемалар геометриялық фигуралардың көмегімен беріледі. Оларды блоктар деп атайды. Міне мысалға балалар, суретте көріп отырғанымыздай алгоритмнің басы бар, екіншісі енгізу блогы бар, үшінші процесс блогы, төртінші шығару блогы және соңы болып бөлінеді. Сіздерге түсінікті болу үшін қарапайым мысал қарастырайық. Тал отырғызудың алгоритмдік блок схемасын құрайық. Міне басы, жұмыстың басы, қолға күректі аламыз және жерді қазу, жерге су құямыз және талды орналастырамыз. Бұл процестер бірінен кейін бірі орындалып, алгоритмдік схема құрап тұр. Программалау тілдері. Қазіргі кезде 3500-ден жоғары әртүрлі программалау тілдері кездеседі. Программалау тілдерінің саны көп болуына байланысты олардың бірнеше классификациясы бар. Оның ішінде ең негізгі екі түрі. Олар функционалды мәніне байланысты және екіншісі қолданатын программалау технологиясына байланысты. Программалауға үйретуші тілдер қатарына Loggo, Basic және Pascal жатады. Loggo тілі 60-шы жылдардың аяғында Пейперттің басшылығымен құрылды. Және электронды есептеуіш машина жаңа қолданушыларға, балаларға программалаудың негізін үйретуге бағытталған. Үйретуге арналған жоғары деңгейлі тілдердің ішінде кең тарағаны 1965 жылы Кемени мен Курц құрған Basic тілі. Дербес компьютерлерге
Бірінші қолданылған жоғары деңгейлі тіл осы Basic тілі болып табылады. Ал енді 60-шы жылдардың ортасынан бастап мамандар арасында құрылымдық программалау мәселесі көтеріле бастады. Сөйтіп, 1971 жылы Вирт құрылымдық технологияға үйретуші Паскаль тілін құрды. Паскаль тілінің программасы 3 бөліктен тұрады. Олар: бірінші тақырып жолы, есептің аты ағылшынның программ сөзімен жазылады. Екінші сипаттау бөлімі ағылшынның var сөзімен жазылады. Айнымалылар 5 типті қабылдай алады. Олар: integer бүтін, real нақты, char символдық, string жолдық, byte бүтін 10 сан қабылдай алады. Үшінші оператор бөлімі begin сөзімен жазылады. Readline енгізу. Одан кейін операторлар бөлімі writeline шығару және де соңы end деп жазылады. Паскаль тілінде есептің дұрыс программасын құру үшін мынадай ескертулер білу керек. Паскаль тілінде программа жеке-жеке жолдармен жазылады. Программадағы азат жол бос орын саны өз қалауымызша болады. Бір қатарға бірнеше команда жазылады. Олар бір-бірімен нүктелі үтір арқылы ажыратылып жазылады. Паскаль тілінде есеп шығару барысында математикалық жазуларды былай енгіземіз. Олар: синус x математикалық жазуын синус x-ті міндетті түрде жақшаның ішіне алып жазамыз. Солай косинус x-ті косинус x-ті жақшаның ішіне аламыз. Арккотангенс арккотан x-ті жақшаның ішіне аламыз. X-тің квадратын Паскаль жазылуында SQR бас әріптермен x-ті жақшаның ішіне алып жазамыз. Түбір астындағы x-ті SQR тағы да бас әріппен x-ті жақшаның ішіне алып жазамыз. X-тің абсолютті шамасын ABC x-ті жақшаның ішіне алып жазамыз. X-тің натурал логарифм шамасын ln x-ті жақшаның ішіне алып жазамыз. Е-нің x дәрежесін exp x-ті жақшаның ішіне жазамыз. Балалар, осы анықтаманы сақтап қойыңыздар. Есеп шығарған кезде қарап қолдануға болады. Ал балалар, осы тақырыпқа байланысты қарапайым есеп қарастырайық. 2 бүтін санды қосып, қосындысын экранға шығару. Шығарылуы 2 түрмен жазылып тұр. Ол біріншісі Паскаль тілінде, екіншісі алгоритмдік блок схема түрінде жазылып тұр. Шығарылуы: программ есеп 1. Екінші сипаттау бөлімінде var айнымалыларды енгіземіз. Бұл жерде біз ABC integer бүтін саны енгізіп тұрмыз. Одан кейін begin readті енгізу A мен B-ні енгіземіз. Оның дәл астына формуласын жазамыз. S тең A қосу B. Writeline S-ті шығарамыз. End соңы. Ал құрметті студенттер, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Енді үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына y тең x квадрат қосу 2x есебін Паскаль тілінде жазып, және де алгоритмдік блок схема түрінде жазып келіңіздер. Кері байланысты Жамбыл типо электронды журналына тіркеп, немесе WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.